сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Қытай тілінде сандарды қалай айтылатынын үйренеміз. 0-ден 20-ға дейінгі сандарды әуелі үйренеміз. 0 саны Қытай тілінде лиң деп айтылады. Ал 1-ден 10-ға дейінгі сандарды маған ілесіп оқыңыздар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 қайталаймыз. лиң 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. Енді 10-нан жоғарғы сандарды қалай айтамыз? Әуелі 11-ден 20-ға дейінгі санды үйренейік. 11 санын айту үшін бағанағы біз үйренген бірлік сандар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Осындағы 9-ға дейін, 9-ға дейінгі сандарды бірлік сандардың алдына 10-ны қосамыз, 10-ды қосамыз. Мысалға 11 11 деген сөз. 11 11 12 13 13. Шының соңына бірлік санды қостық. Маған ілесіп оқыңыздар. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Қайталайық. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ал онда осы үйренген сандарды қайтадан маған ілесіп оқыңыздар. 0-ден 10-ға дейінгі алдымен. лиң 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 деген сан 20. Бұнда біз 10-ның алдына 2-ның мағынасын білдіретін арды қостық. 20 дедік. Ал 30 дейтін болсақ, 10-ның алдына 3-ті қосамыз. 30. 40 десек, 10-ның алдына 4-ті сыны қосамыз. 40. Осылай кете береді. Онда бүгін біз 0-ден 20-ға дейінгі сандарды үйрендік. Үйде көп оқып, көп тыңдап, жаттап алыңыздар. Тапсырма: мына сандардың қытайша қалай оқылатындығын жаттығып келіңіздер. Аман сау болыңыздар.